Бала кезімізде тіс тазалау бәрімізге де қызық болатын, іштей есейдік деп ойлайтынбыз. Алайда тіс тазалаудың қыр-сырын біле бермейтінбіз. Негізі баланы үнемі тазалыққа үйрету үшін оны туылған уақыттан бастау қажет екен. Себебі бала оны қалыпты жағдай деп қабылдап, сіз үйреткен әдеп пен әдетті бойына сіңіріп, өсе келе өздігінен гигиена сақтайтын болады. Балаңыздың алғашқы тістері түсіп, орнына қайта жаңадан тістер шыққан кезде оны сау күйінде сақтау сіздің қолыңызда. Тістер балаңыздың дұрыс сөйлеуіне және ас қорыту жүйесі мен асқазан ішек жолдарының дұрыс жұмыс жасап қалыптасуына әсер тигізеді. Бұл тістермен қатты заттарды жеп, тістеу арқылы кейінгі тістердің орнын қалыптастырып, тістің түзу және сау болуына ықпал етеді. Балалардың сүт тістері қақтың тұруы мен бактериялардың жиналуына өте бейім келеді. Сондықтан да балаңыздың тісін күтімге алып, ауырмаудың жолын қарастыру керек. Бала 2 жастан бастап өздігінен жұмыс жасауға бейімделеді. Ал 3-4 жастан бастап ата-ана балаға тіс щеткасын пайдалану мен тісті жуып, таза сумен шаюдың жолдарын үйрету керек. Баланың тістеріне зиян келтірмес үшін тіс пастасы мен щеткасын тіс дәрігерімен кеңесе отырып таңдаған дұрыс. Себебі кішкентай балаларға арналған тіс пастасы тәтті болғандықтан жеп қойып жатады. Ал мұның тәттілігі мен ішіндегі қоспалары ағзаға үлкен зиянын тигізеді. Осы орайда тіске зақым тигізу мен ағзаның улануынан сақтанудың жолын қарастыра жүру балаңыздың денсаулық кепілі бола алады. Есіңізде болсын, электрлі тіс щеткаларын тіс толық қалыптасып болғанша қолданбаған жөн. Сонымен қатар балаңызға тісті әр тамақтанудан соң шаю керектігін түсіндіріңіз. Тіс щетканың сабы қалыңдау, баланың уысына ыңғайлы болу қажет. Щетканың басы жұмсақ, тіс етін ауыртпайтындай болу керек. Тіс щетка көлденең бағытта жатқанда міндетті түрде түзу болу қажет. Тіс щеткасы түрлі түсті бояусыз болған жөн. Өйткені бояулар ағзаға түсіп, улану қаупі пайда болады. Тіс щеткасын жылы сумен жақсылап жуу, тіс пастасын белгілі мөлшерде салу, ауыз қуыстарын жылы сумен жақсылап шаю, щеткамен тік көлденең айналдыра жуу керек. Щетканы жақсылап жылы сумен шайып, басын жоғары қаратып, тігінен стаканға салып қою керек. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео пайдалы болса лайк басып, каналыма жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.